Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Пайдалы ақпараттарды 99% адамның тіркелмей қарайтыны өкінішті. Сіздерден өтініш. Пайдалы ақпарат өздеріңіздің қажеттілігіңізге жарататын болса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап, қазақша контентті қолдап кетулеріңізге болады. Бүгін сіздердің назарларыңызға суды ұсынбақшымыз. Сусыз өмір жоқ, оны кез келген адам біледі. Бірақ тәтті уыскенше дәмді су ішіп жүрсіз бе? Су кез келген тірі ағза үшін аса қажетті нәрсе. Адам ағзасының 65-75% судан тұрады. Адам денсаулығы жақсы болуы үшін күніне 2 литр су ішу керектігі дәлелденген. Алайда, мұнса су ішу не үшін қажет? Бірінші, су токсиндерді шығарады. Адам ағзасында көптеген токсиндік заттар кездеседі. Өндірістің зияны, пайдасыз тағам, көліктен шығатын шаң тозан, осының бәрі біздің ағзамыз кезігетін жағымсыз заттардың бір бөлігі. Одан бөлек, тамақты қайта ысыту кезінде көптеген токсиндік заттар пайда болады. Ал бұл кейін тамақтан улануға әкеліп соқтырады. Ағзада судың көптігінен біздің бүйректеріміз жақсы жұмыс істеп, несеппен бірге ағзадағы қажетсіз заттарды шығарып отырады. Ағзадағы тағы бір маңызды мүше бауыр да сусыз жұмыс істей алмайды, есіңізде сақтаңыз. Ендеше су ағзаңызды қажетсіз заттардан, яғни токсиндерден тазартады. Біздің өміріміздегі көптеген химиялық реакцияларда судың көмегімен орындалады. Ағзадағы барлық заттар тек ерітінді түрінде. Бұлшық ет, тері, сүйек, бұзылған ткандардың қалыпқа келуі, гормондардың синтезделуі, ферменттер бәрі де суды қажет етеді. Жүрек пен буынның саулығы. Су атеросклероз бен басқа да оның асқынған түрлерінің ең негізгі емі болып табылады. Сіз қажетті мөлшерде су ішкенде қан жақсы таралады. Атеросклероздық түйіндердің пайда болуына жол бермейді. Сол себепті жүрек талмасы және инсульт сынды аурулардың алдын алады. Әрбір буында буын сұйықтығы бар. Сол сұйықтықтың арқасында буын қозғалып тұрады. Ал ағзадағы судың аздығы буын сұйықтығының өзгеруіне, құрғалуына әкеледі. Буын қиындықпен қозғалып, біздің белсенді әрекет етуімізге кедергі келтіреді. Қан ағзадағы ткандарға оттегі және қоректік заттарды әкелетін басты тасымалдаушы. Одан бөлек оттегі мен қоректік заттар ағзаға сіңу үшін де су аса қажет. Су ас қорыту жүйесіне аса қажетті элементтердің бірі. Судың көмегімен ас қорытылады. Ол тағамды қорытады. Егер сіздің ішіңіз ауыратын болса, су ішу режиміңізге мән беріңіз. Өйткені дәріге жүгіргеннен кейін су ішуді арттыру да жеткілікті болуы мүмкін. Су иммундық жүйенің қызметін атқарады. Біріншіден, иммундық жүйе ағзаға қан арқылы таралады. Ал қан қоюланып қалса, ұсақ буындардың арасына жетуі неғайбыл екенін жоғарыда айттық. Екіншіден, иммундық жасушалардың пайда болуы суды қажет етеді. Үшіншіден, несептің дұрыс айдалмауы мен керек емес заттардың ағзадан толық кетпеуі иммунитетті түсіреді. Су спортпен шұғылданған кезде немесе ауа ыстық болса, ағза ыстықтан тер шығару арқылы қорғанады. Тері сыртына шығады да сол әрекетмен ағзаны салқындатады. Айтпақшы, тері токсиндерді шығарудың тағы бір жолы екенін ұмытпаңыз. Өз ағзаңызға терлеу мүмкіндігін беріңіз. Бұл өте қажет. Ал ол үшін су ішу керек. Мида суды жақсы қажет етеді. Бас ауыру, әлсіздік, жұмыс істеу қабілетінің төмендеуі, бұл ағзадағы су мөлшерінің аз адамда кездесетін қиындықтар. Орталық жүйке жүйесінде орын алатын өзгерістер, қиын химиялық реакциялар және миға оттегі жеткізу, бұның бәрі суды қажет етеді. Ағзаны қалай суару қажет? Алдымен адам күніне 2 литр су ішу керек. Бұл салмағы 65-70 келі аралықтағы адам үшін жарамды. Егер сіз бұдан да ірі болсаңыз, онда күн сайынғы ішетін су мөлшерін есептеп шығыңыз. Әрбір килограмм үшін 30 грамм судан қосып отырады. Мысалға, сіздің салмағыңыз 90 келі болса, 90-ды 30-ға көбейтесіз. Сонда 2 литр 70 миллиграмм су ішуіңіз керек. Әрбір таңды бір стакан кофемен емес, сумен бастаңыз. Осылай сіз ағзаның оянуына көмектесесіз. Миға күш беріп, ішек пен қарынға таңғы асты қорытуға мүмкіндік бересіз.
Егер сіз спортпен шұғылданып, белсенді қимылдайтын болсаңыз, ағзаңызға су артығымен қажет екенін есте сақтаңыз. Өйткені ағзадағы судың көп бөлігі термен кетіп қалады. Ауырған кезде, әсіресе дене қызуы көтерілгенде сізге су аса қажет. Мұндай кезде су ең маңызды дәрінің бірі болмақ. Сіздің ағзаңызға жиналған бактериялар мен вирустардың кесірінен токсиндер жиналып, сіздің қимылдауыңызда ауырлап кетеді. Ағзадағы жағымсыз заттардан арылу үшін су ішіңіз. Егер су іше алмасаңыз, лимон қосылған шай, компот, морс, тауық сорпасын қабылдаңыз. Бактериялардың бой алуына жол бермей, бүйректеріңіздің жұмысын жақсартуға көмектесіңіз. Кейбір аурулар кезінде су мөлшерін азайтуға тура келеді. Егер бүйрек қызметі бұзылса, әрине, жүрек өз қымысын дұрыс атқара алмаса, аяқ ісіп кетсе, онда судан бас тартқан дұрыс. Ішетін суды дұрыстап таңдаңыз. Әрине, қайнаған суға ішуге де болады. Алайда қайнаған суда көптеген элементтер жойылып кетеді. Сондықтан дәмсіз суды көп іше алмайсыз. Бөтелкелеген суды да сатып алыңыз. Табиғи суды алып ішіңіз. Алайда көктемде қар еріген сәттегі су да қауіпті болуы мүмкін. Мұндай кездерде ішек қызметін бұзатын бактериялар кездеседі. Суды күні бойы ішіңіз. Бір күннің нормасын аз уақытта орындаймын деп ойламаңыз, өйткені ол бүйрегіңізге өте үлкен күш түсіреді. Ал сәлден соң бұл сұйықтықтың тең жартысы сыртқа шығып кетеді де, ағзаңызға тағы да су жетпеуі мүмкін. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзадан тұздар мен токсиндер шығарылады. Сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтып, әжімдердің пайда болуына әкеледі. Суды тамақтанудан тыс кезде ішу керек. Себебі су ас дұрыс қорытылу үшін және асқазан сөлінің қызметіне әсер етпеуі керек. Салқын судың орнына жылы су ішіңіз. Бүйрекке ауырлық түсірмеу үшін суды аз-аздан ішу керек, яғни 2-3 жұтым. Суды бірден көп ішіп қойсаңыз, организм оны толық қабылдап үлгермей, қайтадан пайдасыз сыртқа шығарып кетеді. Ұйқыдан оянған бойда бірден ыстық су ішу керек. Суды тұрып ішпеңіз, отырып ішіңіз. Адам тұрып су ішсе, сұйықтық ешқандай кедергіден өтпей, тікелей 12 елі шекке өтеді. Ал оны тұрып ішкенде сұйықтықтың адам ағзасына еш пайдасы болмай қалады. Пайдалы ақпарат өздеріңізге ұнап жатса, дәмді у ішкенше тәтті су ішіп, өз денсаулығыңызды қорғай жүріңіз.